осы алдағы құрылтау сайлауында шығыс қазақстандықтар дәстүрлі түрде өздерінің жоғары азаматтық белсенділігін көрсететініне сенімдімін. Сондықтан сіз барлығымыз бірлескен күш-жігерімізді жұмылдыра отырып, саяси бейтараптық қағидатын сақтай отырып, кең ауқымды ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізуіміз қажет. Мынау бірінші кезеңде бұл мәселемен біздің Өскемен, Риддер қаласында жұмыс істейтін ірі кәсіпорын басшыларына айтқым келеді. Өздеріңіздің азаматтық ұстанымдарыңызды көрсетіп, бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі деп есептейсіздер ме, жоқ? Өздеріңіздің жаңағы қызметкерлеріңіздің алдындағы үлкен бір сондай бірлескен жұмыс істейсіздер ме? Енді бір жағынан осы өңірде облыста жұмыс істеп жақсы пайда тауып, екінші жағынан жұмыс бабында әлбетте енді экологияға, басқа да жақтарға септігін тигізіп жатсыздар. Соның өтемі ретінде ме осындай жаңағы үлкен базаларды салсақ? Осы жаңағы бірінші кезекте әлбетте Қатон-Қарағай, Марқакөл аудандарында Риддер қаласы бар, Алтай бар. Сөйтіп өзіміздің өңіріміздің осы туристік әлеуетін көтеруге үлес қоссақ.